30 мамыр саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне байланысты Шығыс Қазақстан облысының Семей қаласының ортасында Әлихан Бөкейхановтың ескерткіші Семей рухани астанасының орталығында ашылған. 2 ғасырға жуық Ресей империясының қол астында болған халқының тағдыры Әлихан Бөкейхановты қатты толғандыра бастайды. Сондықтан хан Мұхаммедұлы Бөкейханов Алаш Орда үкіметінің партиясын 1917 жылы құрып басшысы болып сайланады. Алаш үкіметіне үлесін қосқан Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабайұлы мен қазақ автономиясын жариялайды. Алаш үкіметінің саяси қайраткері Ілияс Жансүгіров, Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Мағжан Жұмабаев қазақ елі үшін көптеген шығармаларын жазып, бізге қалдырып кеткен. Сол себептен 1938 жылы саяси қуғын сүргінге ұшыраған. Сонымен қатар саяси қуғын сүргінге ұшыраған өзіміздің семейлік жерлес тұлғалар да бар. Осы Екатеринада тұрған сол жерлестердің сол Алаш партия қозғалысы кезінде жазып қалдырған кітаптары, шығармалары осы қазіргі таңда Семей қалалық антиквар музейінде сақталған. Қазақ елінің азаттығы мен тәуелсіздік жолында күрескен саяси қуғын сүргін ең соңғы құрбаны Қайрат Рысқұлбек 1992 жылы тау қаһарманы атағы берілді.